Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы. Бүгін ноябрьнің 19-ы студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Русияның Ростов-на-Дону шеріндегі арби махкемеде Бақшысарайда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған Қырым татарларының давасы бақылмасы девам ете. Марлен Асанов, Сиран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зикирияев, Мемет Билялов, Эрнес Аметов, Сервер Мустафаев, Едем Смаилов қабатлы олмағанларны білдіріп, даваны баққан махкемеджілер четлештірілмесіні талап етті. Ләкин махкемеджілер аксине адвокат Мабуснен лаф етіп олмасы үшін махкеме салонында олған эпсі діңлейджілеріні қуды. Марлен Асановның қайнатасы Даяна алмайып, не үшін халқнен айванларнен кібі ұғырашасыңыз деді. Оны жемаат тертібіні боза деп махкеме салонындан қуғдылар. Продолжался процесс, и уже получилось как бы не на перерыв выйти, а еще получилось у них там с подсудимыми конфликт. Адвокат сказал, нам надо пообщаться с подсудимыми. Но судья демонстративно сказал, мы уходим на перерыв, пускай адвокат общается, а остальных всех присутствующих из зала выгнать. Но я не сдержал эмоций и сказал, а что вы обращаетесь как скотины с людьми? Они взяли мою фамилию, записали, паспорт забрали, сфотографировали данные и выгнали из зала суда, удалили из зала суда. И больше в зал суд не пустили. Ну, как разумеется, что можно было ожидать? Только это. Ничего такого не было. Только одно слово сказал, и все, я им больше ничего такого не было. А они сделали так, как будто я порчу общественный порядок. 2092 көнден берлі Қырым татарларға қаршы япылған тақып Тинтуф ве яқаланувлар. Истанбулда омбудсманлер конференциясында Людмила Денисова ел басшылығында Украина eyeti Русия işgal етілген Қырымда ве Украина шарқында инсан ақларына бозған аққында тариф етті. Омбудсманда кімлерінен қорышып етіштірген аққында левхамызда тариф етілі. Сентябрьнын едысы Борисполь лиманында Кремльнын сабық саяси мәбүслерінен учақ қона. 24 Украина арбии Олег Сенцов, Володимир Балух ве Эдем Бекиров. Рус СССР назад еткенлерден 35 инсандан екене Қырым татар. Ахыр хастаулған Қырым татарны оның ақында адвокатлар венің қызы Элеонора дайма сөз жүрсеткенлері үшін азат етіп олдылар. Оны азат етмеге мәжіліс темсілчілері виатта инсан ақлары бойынша Авропа махкемесі чағырайды. Бұл ақта Украина омбудсмені Людмила Денисова бүгін Истанбулда Қырым татар диаспорасының башы Джилал Ичтенге анлатты. Веос акимиетне Рус СССР-легенде олған Қырым татарлар ақында сық-сық хатырлатмаға чағырды. Удалось первого крымского татарина вытянуть на свободу из этих пыток Российской Федерации, которым он там подвергался в Крыму. Ваше мнение, оно будет важно для президента Турции, и я думаю, что если вы к нему обратитесь, то он будет более активным по отношению давления на Российскую Федерацию для освобождения наших граждан. Қырым татарлар Украинадан айры яшайшыны тасавур етіп оламай. Бұ ақта Людмила Денисоваға Истанбулда дернекнің башы Джилал Ичтен білдірді. Туркия акимиетне оларның ватанны Русия işgal еткені ақында хатырлатмақ үшін бұтын наразылық акцияларына Қырым татарлар Türk, Ukrayn ve Қырым татар bayraklarının çıqa. Yani bu yakın zamanda yaptıklarımız Kırım'daki iş adamlarının tutuklanması hakkında bir basın açıklaması. Rus konsolosluğunun önünde gidip siyah çelenk bıraktık. Yani bu en sonki gösteride bu Resul'ü tutuklar. Yani bütün iş adamlarına baskı protestosu yaptık. Yine bu protestomuzun basın açıklamasını başta söylediğim gibi bütün İstanbul'daki konsolosluklara ve devlet yetkililerine bildirdik yine. Людмила Денисова айтқанына көре, Украина Қырым татарларға тамыр халқы статусы Қырымға есе милли территориаль мұхтариеті статусыны берсейді, Рус işгалінден қачынмақ мүмкін еді. Ләкин Қачақ Янукович вақытларындан меморлар Рус işгаліне ел бермек үшін еллерден келгенін япты. Больше давать прав непосредственно автономии, как Республике Крым. Да, сколько было обсуждений, что сделать крымско-татарскую автономию, но, к сожалению, партия регионов, которая была 8 лет у власти в Крыму, последняя перед оккупацией, она не позволяла это сделать.
Кремльнің 115 сәсиме бүсінден 80 едісі Қырым татар. Оларның адларының жедвеліні Людмила Денисова оз түркмеслікдішіне беріп, Режеп Тайип Эрдоган оларның азат етілуіне ярдым етмесіні рейджа етті. 2017 сенесі о мечлесінің елбашчысының муавины Ахтем Чийгоз Вельми Умеров азат етмесіне имкан яратты. Татьяна Сулеймине, Халил, Заман, АТР. Бірлескен Миллетлерінің ресми ресурсында инсан ақлары декларациясы Қырым татар тілінде дерчетілді. Весихауз ерінде Қырым татар тілшінаслары Бекир Мамут, Зира Бекирова Ветаврия Милли университетінің ожасы Тамила Ситегяева чалышты. Бұл ішке әдлиеже ве ұқуқчыларда желп етілген. Қырым татар ресурс мерkezінің ел басшысы Ескендер Бариев айтқанына көре декларация Қырымнан тамыр халқынан кележегіне мұзбет тесір етежектір. Мы застолбили на официальных ресурсах ООН, что крымско-татарский язык существует в природе, это во-первых. Во-вторых, мы застолбили, что крымские татары как коренной народ существуют, и это есть фактор субъектности, который как раз-таки пытается и отрицать оккупационная власть в Крыму. Это есть способ или первый посыл к тому, чтобы мог развиваться крымско-татарский язык в сфере международного права, в сфере международных терминов правовых и юридических. Донбасстаки işgal етілген территориялар қайтарылмасы ве естірлікте бұлынған Украина ватандашлары азат етілмесі. Бұл мевзуларны Украина президенті Владимир Зеленский норман дөртлігінің лидерлерінен музакире етежек. Бұны Чехия баш назирі Андрей Бабиш ile Корушкинова айтты. Зеленскийнің сөздеріне көре о Путинге Донбасста женг екінленуының ве Украиналы мабузлер азат етілежегінің там күніне сұрajak кен Путинден. Кожного дня ми можемо дуже багато говорити про припинення війни на Донбасі, повернення наших територій, але ми не можемо просто про це говорити, треба домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про хоча б зрозумілі якісь терміни. Для нас, для всіх, для мене особисто, для нашого уряду і для суспільства теж повинно тут бути більше конкретики. Ми хочемо всіх наших людей повернути додому, до їх сімей, до батьків. Я теж хочу говорити, коли. Қырым қанунсыз едіве ичбір медени девлет ярмаданы Русияге айыт олырақ танымас. Бұны Чехияның баш назир Андрей Бабиш Украинаға ресми зияретінен келгені вақыт айтты. Бұны бері Чехия акиметінің башы Парижде декабрінің 9-ында норман дөртлігінің лидерлері Донбасста барышы қаққанда келешіп олажақларына умот еті. Украина баш назир Алексей Гончарук қайдеткеніне көре медени дүния бірлешіп Русия тәжауызына қаршылық көстермелі ең тесірлі усуллар арасында халықара санкціялары деді. Дуже важливо, щоб демократичні країни об'єднували свої зусилля для того, щоб в світі панував мир, щоб жодна країна не дозволяла собі за допомогою військової або інших гібридних форм агресії посягати на територіальну цілісність і суверенітет інших країн. Для нас таке єднання навколо і така чітка позиція Чеської Республіки як нашого партнера і союзника є дуже-дуже важливою. Ми впевнені в тому, що агресор завжди повинен отримувати такий відсіч, дуже чітку, рішучу позицію в вигляді санкцій, в вигляді інших дій. Я приїхав з чітким меседжем про постійну і невпинну підтримку українського суверенітету та цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Ми високо цінуємо кроки, які зробила Україна на шляху до зустрічі в нормандському форматі. Дуже сподіваємося, що зустріч 9 грудня справді завершиться конкретними результатами, а не лише певними деклараціями. Донбасста ичбір күн тынч кечме атеш кес режимі чалышмай Донецк юнелешінде Украина арбилері позициясы майын атыженен ұжым етілді. Бүгін жебеде иляк олғанлар олмаса да ама хастаханеде тедавиленовген арби иляк олды. Саба Харьков хастаханесінде арби операция кешіргені вақыт яра алған полковник вефат етті. Тәфсілет лұджа сейретініз.
Кун хамлы хабернен башланды. Харьков хастаханесінде полковник Евген Коростылев вефат етті. Кечкен автау Донбаста минада патлады. Ноябрьнын 12-сінде 128 бригадының командиры Донецк вилаятындеки Новотроицкий районында жибе позицияларыны деврие кезгенде патлав юзберді. Коростылев сол аяқсыз қалып, сақ аяғы мина парчаларынен яралынғаны үшін оны кесмеге мечбуролдылар. Bundan гары кичик сержант да зарар көрді. Оларны Шимали регионның Арби-Теби клиник мерkezінде құртармаға тырышайдылар. Ләкин Туневын Евген Коростылев алы финалашты. Бүгін саба саат 4-інде оның жүрегі тоқтады. Бұд жінкте елі қолған әнді 4-нji Украин командиры. Да бір арби хызметчи Львов вилаятында елі қолды. Анда бұ геже Яворовский районындаки арби бүлікте бина туташты. 1975 сенесі доған майор Алексей Останин жан берді. О арби қысымның командиры вазифесіні вақтынжа ижра еткенеді. Майорда екі бала виапайы қалды. О да арби қысымда хызметете тек Яворовда. Да бір арби яныкларнен хастаханеге йоланған. Атеш ақында білдірмені құртарыжылар тек саба саат 5-те алды. Саат 8-де есе атеш толусынен сөндірділер. Прокуратурада білдіргенлеріне көре Львов вилаятындеки арби қысымда янгын себебі қысқа қапалма аула біле. Атышның кесен кез себебі махкемеден евел тақиқат девамында білгелене біле. Кичкен кун рус ишгалчы Украин позицияларына 14 кере атеш ачты. Бу акта оз штабында білдірділер. Айры жаджен кеверлер Минск анлашмаларынын ясақ етілген селянын қоланды. Атышлар нәтижесінде бір Украин арбей яраланды. Бу кун есе ишгалчылер 20 даққа девамында Донецк вилаятындеки зализны шыры жеварларында Украин арбей қысымларының ноқталарына атеш ачқаныды. Майже усі обстріли противник здійснив у другій половині дня, у тому числі тричі застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів. Кечкен кун Донбаста Украин позицияларыны руслар оз территориясындан уджум етті. Бу акта Facebook сайфесінде арби көзетіджи Юрий Бутусов язды. Оның мәлуматына көре Луганск вилаятындеки Сыза қасабасы янында десант уджумчи бригадының 46-нji позициясында рус сыныры янында душман пилотсыз учағы дженкавер гранатаны тұшырды. Оның нәтижесінде бір Украин қоруйжысының ағыр яралары бар. Юрий Бутусов айтқанына көре пилотсыз учақ ишгалчы мемлекетінің территориясындан учип көтерілді. Вполне вероятно, атака произведена с территории Российской Федерации в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе. Оз матбуат мерkezінде экспертиза кечірілгенде невел бу малюматны таздықлап оламайлар. Олена Статюк, Заман, АТР. Ишгалчылерге қызмет еткен Украина телекестілік қызметінен екі сабық хайын Хадим Андрей Тишенин ве Артур Шамбазов Қашекленов шығарылды. Оларны инсанларына запларға ұғыратқанында қабатлайлар. Олар Евромайдан иштиракчысы Александр Костенконы қайнағаны белі. Шымды екісі де ФСБге қызмет ете. Таққа топлаған малюматқа көре бұл ФСБ хадимлері 2015 сенесі барды Костенконы запларға ұғыратып, озны ифтира атмаға мejbur еткенлер. Тешвиқатчы Ахмеджетнан ишгалчы yolбашчысынан муавина вазифесіне тайынленді. Қырымда руслар нефбетеке арби талимлер башлатты. Кезлевде есе Украин православ кілсесіні йоқ етмеге істейлер. Қырымда олған бұл ведігер вақиялар аққанда нефбетекелев қамыз. Крым пайтахтының ишгалчы акимиетінде тешвиқатчы Крым-24 телеканалының алып барыжысы Александр Макар Ахмеджетнан ишгалчы мемуриеті башының муавины олды. Яны алған вазифеде Макар ички сиясетнен медени генчлер ве спорт саларынен ұғрашачақ. Тешвиқатчы она онайцы суалерден қачынмасынен де белі. Бұл сене сентябрь айында о инсан ақлары бойынша ОБСЕ топлашуына Варшаваға келді. Анда АТР алып барыжысы Олег Борисов иле сөзнен чатышты. Вазиетуна қаршы чевірілген есе қачмаға тырышты. Қара денізде яны кутлеви рус талимлері, ондан зияде геми ве авиация желпетелді. Ишгалчылер ракет ве топ атыш талимлеріні кечірмеге планлаштыра. Русия гемилері су асты гемилеріні қыдырып, йоқ етмеге бұндан ғары учақларының ұжымлеріні деф етмеге өлінежеклер. Талимлерде Су-30СМ деген Русия Қара дениз флотының қыржыларыны құланажақлар.
Ишгалжилер кезлевде Украина ортодокс келсесini yok etmege тырыша. Митрополит Епифания айтканына көре, инсанларның вичдан, видин сербестлиги акы бузула. О ишгалжилерден буны тоқтатмага талап етіп, Акмезжитте епархия идаресінің бинасы кимге айтылғанын қарар бермек үчүн Украина кимиетны да ярдымга чакырды. Чүнки бу бинада энди 24 ел ичинде Азиз Владимир ве Ольга адына кафедраль келсеси ерлешкенине бакмадан, оны да ишгалжилер запт этмеге истей. Епифания білдіргеніне көре, Украина кимиетнің кырышмесі Қырымда Украин жымаатына ухуки верухи дестек олажак. Bundan гары оның аклары халкара севиеде корчаламага фырсат бережек. Кырым көпірі бойу демирьол әрекетінің башланмасы шерефіне кувет рекордлары. Ишгал етілген Акмезжитте 2 спортчы 600 тонналық тренны ерден көчірді. Бұл Русияден ишгал етілген Кырымға демирьол кечетінің ачылуына тек репетицияды. Ачылу мерасимінде есе бутун Русия рекордына ерешмеге шандыралар. Айны заманда ишгал етілген Кырымның сөзде башы Сергей Аксенов айтқанына көре, яны тренлерге енді 20 бин билет сатылған. Таврида трены Москвадан, Санкт-Петербурга йолаладжак, ишгалжилер, сонра тренлер Екатеринбург, Мурманск, Кисловодск ве Краснодар тарафына йолаладжак деп умют беслей. Олар тек ишгал етілген Акмезжитке дегіл, кезлевге ве кефеге қатнайджак. Надия Михайлова, Заман, АТР. Гурджистанда наразылық акциялары ғайрадан башланды. Туневан инсанлар парламент бинасы угунден вадометнен кувулганна бақмадан кенеде чадырлар пейда oldu. Ең фаал олған тахменен 30 инсан яқаланды. Мұхалифет қайдеткенне көре сайлав қанунлары деңіштірілмегенне қадар тұрajaqlar. Олар сайлавлар пропорционал системасы бойынша кечірілмесіні талап еті. Бүгін саба Гурджистан парламенты үгінде кене чадырлар пейда oldu. Наразылық акциясы кенеде Руставели жаддесінде башланды. Гурджилер парламенте сайлав реформасына рей берген вақытта соқақларға чықты. Мұхалифет чадырлар құрып парламент бинасы янында ерлештірді. Инсанлар айтқанына көре, сонуна қадар тұрajaqlar. Олар мүддеттен евел парламент сайлавлары пропорцион система бойынша кечірмесіні, яғни депутатлар фырқа жедвеллеріне көре сайланғанын талап етелер. Сырбистанда рус истихбаратчысы Белграддаки агент иле корушувнын видеосыны айдынлатылар. Ағда пайлашкан кадрларда Русия баштабынын истихбарат идаресынын хадимы бір эркекке хабар бере. Корушув акшам юз беріп, там вақыт вянда неақында сөз кеткені белли дегіл. Видеоны бейлінқы таққатчылары талилеттілер. Тамулар шахсны танып, бу рус истихбаратчысы Георгий Клебан улганны таздыклады. О Сырбистанда Русия дипломатик векелетханенын мудафа суаллары буюнча аташе оларак чалышайды. Сырбистаннын тыш ишлер назирлигинде о рус элчиханесинде чалышканын таздыклап, вазифесинден 2019 сенесі июнь айында бошатылды деп билдирдилер. Сурия шималинде адамлар ташлар вияныджи карышмаларны рус полициясынын машинасына аттылар. Тайфун туташты. Вака Кобань шеры янында юз берди. Сырада рус арби полис хадимлери ве Шимали Суриянын кысмыны незарет эткен турк аскерлери кетейди. Мудафа назирлигинде бу аракетлер тешвикат оларак адландырып, уджум дивамында арбилерден бір кимсе зарар кормиди деп билдирдилер. Зырхлы авто исе уджум дивамында аракетны дивам эттерди. Яныджи карышмалар yerli курдлары ташлаганын белли. Орманның 150 гектары атеш içinde күтлеви янгын Австралияны каплап алды. Күчлүү ел Сиднейге туманны кетерді, шер туманға далды. Ава кейфиеті критик севиесіне етті. Yerli секенлерге телүке ақында енді білдірділер. Чүнки шерлерінің базы ерлерде ава аралеті 37 дәрежеге қадар көтерілді. Мудафа назирлегінде тышарыға чоқ чықмамаға тевсие етелер. Умумен оларақ орман янгынларында 4 адам илак oldu. Табиат афеті юзлер жевны yok etті. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Бұда қада нетиже программасы сонына етті епіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. АТРден есе айрылманыз көрішкенже.